Сәлем достар, сіздермен Фейди ТВ. Сіздерге ең танымал ханшайым «Холодное сердце» мультфильміндегі Эльза туралы қызықты факттерді айтатын боламын. Бірінші, Эльзаның мұздан салынған ханша сарайының түсі өзгереді екен. Ол тікелей Эльзаның көңіліне байланысты. Эльза қуанған кезде ашық көк түсті болады, ал қайғырған кезде ханша сарайының түсі қызғылт күлгін түсті болады екен. Ал ол ашуланған кезде оның мұз сарайы сары түсті болады. Эльза Дисней ханшайымдарының ішіндегі ең үлкені, оның жасы 21-де. Ал басқа ханшайымдар әлі де 20-ға толмаған. Эльза Дисней ханшайымдарының ішіндегі ең бірінші болып патшайым атағын алды, өйткені оған тәж кигізді. Суретшілер үшін Эльзаның шашының суретін салу Рапунцельдің шашын салудан да қиын болды. Негізінде ең ұзын шашты ханшайым Рапунцель емес пе? Суретші аниматорлар Эльзаның шашын 4200 шаш қылынан тұратын етіп жасаған. Эльза жұбы жоқ екінші ханшайым болды. Жігіті жоқ ханшайымдардың біріншісі «Храброе сердце» мультфильмдегі Мерида еді. Эльза Дисней ханшайымдарының ішінде сиқырлайтын күші бар екінші ханшайым. Ал номер бірінші ханшайым Рапунцель. Рапунцельдің ұзын шашы сиқырлы әрі өзін-өзі емдейтін күші бар. Эльзаның қорыққан кезде өзін-өзі құшақтайтын әдеті бар. Бұл қызық, бірақ шынымен де факт. Эльзаның кукласы әлемде ең көп сатылған кукла. Дисней мультфильмдерінің ішіндегі кейіпкерлердің көшін осы Эльза бастап тұр. Тіпті Эльзаның бір кукласын $10,000 сатып алған адамдар да бар. Бұл 389 теңге болады екен. Эльзаның ханша сарайын тұрғызу үшін 50 адам компьютермен жұмыс жасаған. Суретші аниматорлар 30 сағаттан жұмыс жасаған. Ал мультфильмде Эльза мұз сарайын 30 секундта тұрғыза салады. Эльза мен Уэльс Хансының бір ұқсастығы бар. Ханс барлық кезде Эльза сияқты қолғап киіп жүреді. Ол өзінің құпиясын жариялаған кезде ғана қолғабын шешеді. Эльза да сиқырлы қасиетін адамдар біліп қойғаннан кейін қолғап киіп жүруді қояды. Осымен аяқталды. Видео қызықты болды деп ойлаймын. Және де Эльза туралы қызықты ақпараттар алды деген ойдамын. Олай болса, біздің каналымызға жазылыңыз, лайк басыңыз, коммент қалдырыңыз. Сау!